Өткенде біз сұрақ қойған болатынбыз, дұрыс тапқан 5 адамға Құран кітабын сыйлаймыз дегенбіз. Соның нәтижесі шықты. Ренжімеңіздер, 1-2 күн созылып кетті. Қолымыз тимеді, съемкада болдық. Міне, астындағы адамдар Facebook, Instagram, TikToktан дұрыс жауап берген біздің жеңімпаздарымыз. Құдай қаласа, әрқайсысына біз хабарласып, осы Құран кітапты курьермен жеткіземіз. Негізгі сұрағымыз Хужурат сүресінің екінші атауы қандай дегенбіз. Оның екінші атауы ол ахлақ, әдеп деген. Яғни осы Хужурат сүресі жалпы нені қамтиды? Жалпы осы пайғамбарымызбен қалай мәміле жасау керек? Мұсылмандар өздері арасында қандай біріне қарым-қатынаста болу керек? Тек қана мұсылмандар емес, басқа адамдармен де қарым-қатынастары қандай болу керек деген айтылған. Сондықтан да Хужурат сүресінің екінші атауы әдеп немесе ахлақ. Мұсылман дегеніміз тәртіпті, инабатты, ибалы, әдепті болғанымыз абзал. Ал енді осы біздің жеңімпаздарға айтарым, сіздер мықтысыздар, сіздерге құтты болсын, және де берілген Құранды оқып ескертіп жіберіңіздер.